жоғары көтереміз. Сабаққа дайындығымыз қалай? Сабаққа дайындығымыз күшті болса, қол соғамыз. Енді отыра қалыңдар. Отыра қалыңдар балалар, жақсы. Отыра қалыңдар. Ал ішінен не шықты? Құрт шықты. Балалар, құрт туралы кім не біледі? Кім айтады? Құрт қандай өнім? Тағы кімде қандай байланып қалды? Пайдасы. Малдың пайдасы. Тамаша балалар, жақсы, жарадыңдар. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кәсіп, ремесло. Кәсіп бақыттың шырағы. Балалар, алды тастай қатты құрады. Қазір балалар, құртты қарасаңдар. Қараймыз. Ал кімде сол бар құрт? Екінші сөйлем басына келіп. Айқындайсыңдар. Ал сендер мал шаруашылығының әлсіз жақтарын айқындайсыңдар. Әлсіз жақтар. Біз алдымыз боламыз. Жұт деген жазылды. Жұт деген массовый поддержка. Массовый поддержка да сол қазақша. Жұт дейді. Жұт келгенде бәрі қамып қалады. Жұт болуы мүмкін. Жұт болуы мүмкін. Иә, жұт болуы мүмкін. Қыста көп шөп кетеді. Мал шаруашылығының күшті жақтары ішсе сусын, Тамаша. шикізат, Тамаша. азық-түлік, Керемет. ірі ресурстер, Керемет. биологиялық заттар, емдік, Емдік сарысулар. күш көлі, Күш көлі. Киім. кілем, Тамаша. Табиғи кілем. қолдап келеді. Жақсы, тамаша. Азық-түлік алып келеді. Үшіншісі, малдың етін сатып, езін жасауы. Өте тамаша. Малдың жүнінен киім жасауға болады. Өте тамаша табиғи киімдер. Сен екеуің келе қойшы мұнда, Луиза. Мұнда келе қойшы. Екеуің жұмыс істей қалыңдар. Бұйрық қайда жасаймыз? Бұйрық қайда? Бұйрық қайсың ба? Дұрыс болды. Тамаша. Тамаша. Адам ол өзінің мамандығын ләззат алатын адам. Себебі мен оны былай түсінемін. Мамандық ақша үшін барсаң ләззат алмайсың. Оны мына мысалмен дәлелдеймін. Менің досым мамандықты ақша үшін таңдады. Енді өзінің жұмысынан ләззат алмайды. Осыған байланысты мынандай шешімге келдім. Өзінің мамандықты қазірден бастап ойлау керек. Мысалы, егер бала қазір мамандығын таңдамаса, оған болашақта қиын болады. Осыған байланысты мамандығын дұрыс таңдаған адам бақытты болады. Тамаша. Тамаша, жарайсың. Ал оқи ғой. Себебі мен оны былай түсінемін. Адам еңбекке қабілетті, зейінді болу қажет және оның мамандығы. Оны мына мысалымен дәлелдеймін. Менің анам кәсіби дәрігер болғысы келген. Осыған байланысты Қалаумен мамандық адамға ақша ғана емес, ләззатты сыйлауы керек. Тамаша. Мысалы, менің анам мұғалім. Ол өз мамандығынан ләззат, бақыт қана алмай, ақша да табады. Себебі ол мамандықпен адам бақытты болады және ешқашан өкінбейді деп Болсын, сендерге үлкен рахмет. Сабақ аяқталды балалар.